Дархан мен Әлия бұлар бақытты да берекелі жас отбасы тұғын. Кішкентай кездерінен бірге өсіп, бір сыныпта оқыған екеуі бірін-бірі шексіз сүйіп, ақыры үйленіп тынған. Уақыты келе жұбайы жүкті болып, баласын өмірге әкелу үшін перзентханаға жатады. Өкінішке орай, дәрігерлер баланы аман-есен тудырғанымен Әлияның өмірін сақтай алмады. Бұл ауыр жағдай Дарханға үлкен соққы болып, қатты қайғырған болатын. Өлгеннің артынан өлмек жоқ дегендей, әйелінің қырқын өткізген ол, шақылақты өзі бағып өсіре алмайтынын түсініп, әпкесіне апарып береді. Өз өмірін қиып, өмірін баласына сыйлаған Әлияның құрметіне олдың атын Жұбаныш деп қойған Дархан, Жұбанышты әпкесіне аманаттап, өзі Алматыға жұмысқа кетеді. Алматыға келген Дархан жақсы жұмысқа орналасады да, бір жылдан кейін Айдай сұлу Айзаданы кезіктіріп үйленеді. Айзада болса бірінен кейін бірі екі бала, яғни ұл қыз перзенттер туады. Арадан 2 жыл өтіп, Айзаданың қарсылығына қарамай, Дархан семейдегі әпкесіне берген ұлын отбасына алып келіпті. Әкелгені құрсын. Өгей қатын өз балаларына жақсы, ал жетім балаға жаман көзбен қарап, мейірім көрсетпей, айғайлап, әр сөзінде түрткілеп, күн бермей, тамақты бөлек ішкізіп, дастарханда бірге отыруына рұқсат бермей, нағыз жалмауыз қатынға айналған тұғын. Сонымен бір күні аяқ астынан Айзадаға төркін жағынан қонақтар келіп, өгей қатын туыстарын күтуге кіріседі. Қонаққа арнап жасалған дастарханда түрлі тағамдар, жемістер бар. Жұбаныш шеткері тұрған, жүзінен жегісі келіп, қолын созғаны сол еді. Өгей шешесі қолынан оқтаумен бір салып, тәрелкедегі кішкене күрішімен қоса қылтимаға қуып шығады. Толығатын долданып, сол жерде қозғалмай отыр, ырбимай. Қонақтар кеткенде бірақ шығасың, дауысың да шықпасын қу жетім. Жаныңды шығарамын деді де, есікті тарс жауып, ішке кіріп кетті. Жұбаныш болса ішке кірсе, өгей шешесінен оңбай таяқ жейтінін біліп, сол жерде көзінен сорасы аққан күйі ұйықтап кеткен екен. Сонымен не керек, үйдегілер тынышталып қонақтарын қайтарған Айзада өз балаларын бөлмелеріне ұйықтатуға алып кіріп, қылтимадағы Жұбанышты мүлдем ұмытып кетіпті. Дархан болса кеш түссе, жұмыстан келіп, балаларын сұраса елі, бәрі ұйықтап қалды жаным, бары оятпай-ақ қой, бүгін қатты шаршады, деді. Жұмыстан онсыз да шаршап ештеңеге зауқы болмай тұрған Дархан тамақтанып болғасын, қалың ұйқыға кетеді. Түсінде көзінен сорасы аққан Әлия кіріп, мырзам, ұлыңның жағдайын көріңізші деп жалынады. Оянып кеткен ол Айзададан Жұбаныш жайлы сұрады. Әйелі бұртиып, айттым ғой сізге, ұйықтап жатыр деді. Еркектің көңілі тынышталып, ұйқыға кетті. Көзі іліне сала, Әлия тағы түсіне кіріп, ұлыңыздан хабар алыңыз деймін, неге бейқам жатсыз деп жағасына жармасады. Тұншығып шошып оянған Дархан Айзаданы оятып Жұбаныштың жағдай қалай десе, қатына ашуланып, уф, не болды сонша, уайымдап, айттым ғой ұйықтап жатыр. Қатты еркелетіп жібердің сол ұлыңызды. Мен туған ұлға неге сөйтпейсіз деп теріс қарап шатып алды. Дархан үндемей ұйқыға кетті. Бір кезде Әлия түсіне кірді де, болды, ұлым жалғызым менің қасыма келді. Енді мазаламаймын. Бақытты болыңыз. Қош деп, ұлын жетектеген күйі ғайып болыпты. Шошынып оянған ол атып тұрып ұлының бөлмесіне жүгіреді. Келсе ол жоқ еді. Басқа бөлмелерде тіпті дәретханаға дейін қарап шықты. Ол жоқ. Жаны ұшырып не істерін білмей қалған Дархан қылтимаға көз түседі. Аша сала Жұбанышты көрген ол аяғынан әлі кетіп, тізерлей отыра кетті. Қараса Жұбанышы қос тізесін құшқан күйі бүктеліп отыр екен. Шалыну үшін басын тізелерінің арасына қойыпты да қатты ұйқыға кетіпті. Бірақ аязға нәзік дене шыдамай жан үзілген екен. Көп жыласа керек. Екі аяғының арасында мұз болып қалған төмпешік. Қасында тәрелкеде кішкене жеген күріш отыр. Иә, бәрі кеш. Ол енді өгей шешеден қорлық көрмейтін, ез әкесін ойлап жыламайтын, зұлымдық пен қайғысы жоқ, бақытты жаққа аттанып кеткен еді.